Мына ағайын соңғы кезде естіп отырсаңыздар, жеркенішті деген сөзді желкенішті деп айтатындар пайда болды. Жеркенішті, желкенішті. Жек көру дегенді жек көру деп айтатындар тағы бар екен. Естіп қаламыз арасында. Сосын Құдай ау қайдан шығарып алды деймін да. Аяғы ауыр деген сөзді ауыр аяқ деп қолданып жүр. Естіген шығарсыздар, ауыр аяқ дейді. Бұл қате ағайын, дұрыс қолданыңыздар. Қазақтың әп-әдемі сөзін бұрмаламаңыздар. Қазақтың әр сөзі біз үшін қымбат. Сондықтан дұрыс сөйлейік деген мақсатта осындай видео түсіріп жүрмін. Қате сөздерді дұрыс қолдану, дұрыс нұсқаларын көрсетіп. Енді тізбекте мына сөз қате, мына сөз қате, мына сөз қате деп түсіре беруге болушы еді. Бірақ біз үшін әр сөз қымбат болғандықтан жеке-жеке түсіріп отырмыз. Әрқайсысын жеке мәселе қозғап отырмыз. Осы үш сөзді естіп, мен тағы кішкене қапа болып жүрген жайым бар. Дұрыс сөйлесе екен деп. Абай айтады ғой, сөз түзелді, тыңдаушы сен де түзел деп. Тыңдаушын түзеу үшін сөз түзеу керек екен. Сондықтан дұрыс сөйлеп үйренейік ағайын. Қазақта сөз құрып болған жоқ қой, әрбір сөзі жаңа айтып жатырмыз қымбат деп. Сол сияқты сөздік қоры мол, әрине қалай қолдануға да болады. Сөздің қуаты жетеді, кез келген ойды жеткізуге. Бірақ қате сөйлемеңіздер. Сондай-ақ мына сөзді түсінбейтін адам дегенді сөзге түсінбейтін деп қолданып жүргендерді көп естимін. Сөзге түсінбейсің ба не деп қолданып жатады. Ол да қате, сөзді түсінбейтін. Тағы қандай қате қолданып жүрген сөздер бар? Астына пікір ретінде жазып кетіңіздер, талқылайық. Осындай көптің көңіліне, көзінің алдына әкеліп тартайық. Көрсін, ойлансын, ой түйсін ағайын. Пікірге жазып қалдырамыз.